Баршаңызға қайырлы күн. Қазір кездегі хит болып жатқан америкалық печеньенің дайындау жолын ұсынатын боламын. Көлемі үлкен және де құрамдағы табиғи таза колебаут шоколадының әсерінен өте сондай нәзік дәмге ие болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызға 100 грамм қамыс қантын қосамыз, яғни қоңыр қант. Бұл қант ақ қантқа қарағанда өте пайдалы болып келеді. Және де 60 грамм кәдімгі ақ қант қосамыз. Осы заттарды жақсылап алдымен араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін жарты шай қасық ванильді қант қосамыз және де 10 грамм қамыр қопсытқыш қосамыз. Одан кейін 250 грамм мөлшеріндегі ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Және де 100 грамм сүтті шоколад, яғни колебауттың шоколадын қоссаңыздар өте жақсы дәмді болады. Осы шоколад крошкаларын қосып, жақсылап қамырымызды араластырып аламыз. Қамырымыз осындай сұйықтау келеді. Енді кезекте қамырымыз кішкене қату үшін 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне осындай колебаут шоколады арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады. 1 сағат өткеннен кейін осылай печеньеларымыздың формасын жасайтын боламыз. Алақанымыздың көлемінде етіп, осындай үлкен етіп, противенге саламыз. Арасын ашып қоятын боламыз, себебі пісу барысында жаңағы печеньеміздің көлемі үлкейетін болады. Осылай бір противенге менде 5 печеньені ғана салдым. Және де 180 градуста 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне осындай болып әдемі болып пісіп шықты печеньеларымыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.